Неге осы кей балалар тақпақты бірден оқып жаттап алады да, ал кейбіреуі бірнеше күн жаттаса да есінде сақтай алмайды? Мәселе баланың ақылында емес. Мәселе біз ақпаратты қалай беретінімізде. Мектеп кітаптарындағы тақпақтар, өздеріңіз білесіздер, тек жазу түрінде беріледі. Ал оны бала түгілі үлкендер де жаттағысы келмейді. Себебі қызықсыз. Практика көрсеткендей, балалардың көбі сурет арқылы жақсы есте сақтайды. Сол үшін мен осындай кітаптарды шығардым. Мұнда тақпақтың әр сөзіне сәйкес суреттер бар. Бала суретке қарап отырып, тақпақты оңай жаттап алады. Мәселе тақпақ жаттауда емес. Бала тақпақ жаттау арқылы дисциплинасын дамытады, сөздік қорын көбейтеді. 10 тақпақты жатқа білетін баланың басқаларға қарағанда самооценкасы да жоғары болады. Ал осы критерийлер адамды табысты қылатын басты қабілеттер. Кітапты алғыңыз келсе, Каспи магазиннен осы экрандағы кодты теріңіз.